Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Part 2 үшінші бөлім Lesson 4 төртінші сабағын өтетін боламыз. Exercise 1. Look, read and match. Look қара, read оқы және сәйкестендір дейді. Яғни мына суреттерге қарап, мына сөздерді оқып, сәйкестендіріп жазып шығамыз, мағынасына қарай. Grandpa help деп тұр, Grandpa help деп тұр. Бұл жерде біз өткен сабақтағы People's Book'ты алып көмекші құрал ретінде қолдансақ болады, Мына жерде қараңыз, бірінші Grandpa help деп тұр, Суретті қараңыз, Grandpa help деп тұр. Қай суретте Grandpa help деп тұр? Яғни әкесін шақырып тұр, мына Grandpa help деп тұр. Мына төртінші суретте қараңыз. Салыстырамыз, мына. Яғни 3 екен. 3-ті біз мына жерге жазамыз. Келесі. Our baby cat has come back. Біздің баламызы қайта жанымызға оралды дейді, Қайсы сурет? 5-ші суретте. Мұнда жазамыз. 5 деп. Come and see mommy cat and her babies. Қара дейді, кел қара, мына жерде ана мысық және оның балалары деп тұр. Яғни 1. Келесі. Come back baby cat. Артқа қайт бала мысық деп тұр, Бұны айтып тұр. Яғни біз 2-ні мұнда жазамыз. Dad help. Әке көмектес деп тұр, Қай суретте айтып тұр? Әке көмектес деп. 4-ші суретте айтып тұр, Мұны. Мұнда жазамыз 4 деп. Next, exercise 2. Color the family word blue and the adjectives red. Не дейді? Color деген боя дейді. Family. Отбасына жататын сөздерді көк түспен бояймыз. Және adjectives деген сын есім. Сын есімді қызылға боя дейді. Сын есім деген бізде балалар қайталап өтеміз. Red, сын есімді қызылға бояймыз. Сын есім дегеніміз қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни сынның сапасын білдіреді. Енді мына жерде жазып өтейік. Мам деген отбасы мүшесі, яғни көкпен бояймыз. Clever, ақылды, Ақылды деген қандай деп сұраққа жауап береміз. Қандай болса, бұл сын есім болады. Яғни мұнда мен жазам, сендер өздерің бояңдар, Қызыл түске бояймыз. Grandpa. Grandpa деген ата. Ата деген отбасы мүшесіне жатады, яғни мұнда көкпен бояймыз. Brother. Аға. Отбасы мүшесіне жатады, көкпен бояймыз. Naughty. Бұзық. Қандай? Бұзық, яғни adjectives. Сын есім, Қызылмен бояймыз. Shy. Ұялшақ. Қандай? Ұялшақ. Сын есім. Қызыл түспен бояймыз. Sister. Әке. Қарындас, Қандай түспен бояймыз? Көк түспен бояймыз. Kind. Мейірімді. Қандай? Мейірімді. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөзді adjectives дейміз, сын есім дейміз, Қызылмен бояймыз.